Әрине, Қытайдың, Ресейдің күріш шаруашылығына бәсекелесті болуы өте күрделі. Соған қарамастан біз осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Биыл ерекше тамаша өнім жиналды орташа есеппен. Сондықтан біздің болашағымыздың, бағытымыздың дұрыс екендігінің дәлелі болып табылады. Екінші сорт ретінде бұны егуге болады, өйткені өзі әр шаруашылықта кемінде 1-2-3 сорт егілу керек. Солай ұсынылады. Өйткені қолайсыз ауа райының жағдайлары, басқа бір жағдайлар болғанда, аурулар пайда болған кезде, мына екі сорттың біреуі неғұрлым бейім болып, сол екі бәрі бірден құрып кетпей, бір сорт аман сақтап қалуы мүмкін. Қазір сортының өзі негізінде ерекшеліктері біріншіден осы біздің Қызылорда өңіріне төзімділігі және оның осы өңірде өзінің уақытылы егіліп, уақытылы пісіп жетілуінде. Бұл қазір сортының өсу дәуірі негізінде 105-107 күн болып есептелінеді. Бұл маржанға қарағанда 5-7 күнге ертерек пісіледі. Содан соң бұл казиердің тағы да бір ерекшелігі, бұның мысал үшінге маржан сортының қылтанақтылы болатын болса, бұның қылтанақсыздығы. Қазір компосттың биокомпост дейміз, соның екі түрін жасадық. Бірінші компост 1 дегеніміз қышқыл түрі, екінші компост 2 дегеніміз қатты фазалы биоконверсиялы немесе ферменттелген биокомпост дейді. Бүгін енді біз далалық жағдайда машинамен беретін компостымыз ол екінші түрі. Бұл өте жер таңдамайтын біздің күріш ауыспалы егісінің тұзданған, сорланған жерлерінде еркін өсе алатын дақыл екенін біз дәлелдедік. Бұл сорттардың ерекшеліктері көп. Біріншіден ол ерте пісетін сорттар. Олардың өсу дәуірі 70 күннен аспайды. Стандартпен салыстырғанда ол 7 күн ерте піседі. Гектарына 20-25 центнер өнім алуға болады. Стандартпен салыстырғанда ол 5-10 центнер артық болып келеді. Ал құрамындағы ақуыз мөлшерін қарап отырсақ, ол 15%-дан жоғары болып келеді. Күріш ауыспалы егісіне жаңа дақылдарды енгізу мәселесі бүгін күн тәртібінде тұр. Соған байланысты біздің ғалымдар түрлі арпа, бидай, рапс, соя сияқты дақылдардың өсіру технологиясын селекциялық жұмыстармен айналысып, қазіргі таңда үлкен жетістіктерге қол жеткізуде. Соның бірі қазіргі біздің өзіміздің ғылыми стационарда шығарылған арпаның 2 сорты қазір биылғы таңда Құдай қаласа 10 тоннадай бірегей тұқым өндірілу күтілуде.